Пайғамбарымыз саллаллаху айтқандай, изамата валадул ғабди, егерде бір құлдың баласы өмірден осып кетсе, шетінесе, біздің көзімізге көрінбейді не болып жатқан Алланың құзырында. Біздің көзімізге көрінген біреудің сәбиі дүниеден шетінеп кетті. Бұлай қарасаң көңілге ауыр, бауыр етің мысалы. Бірақ неге намаз оқып жүрген, ораза ұстап жүрген адаммен Алла Тағала бұлай істеді? Неге? Пайғамбарымыз ғайыпты ашады. Қалаллаху ли малаикатихи. Періштелер кеп жаңағы баланың жанын алып кеткен періштелерге Алла Тағала айтады дейді. Қабаттум валада ғабди, құлымның сәбиін алып келдіңдер ме деп. Яғни жанын алдыңдар ма деп. Я Раббымыз, сұна сөзді қосады. Пайғамбарымыз ашпаса біз білмейтін едік. Қабаттум самарата фуадихи, жүрегінің жемісін алып келдіңдер ғой, дейді. Ол білет сіздің не сезініп атқаныңызды. Сосын мәза қола ғабди, құлым не деп айтты дейді періштелерге. Хамидака вастаржаға, альхамдулилля деп айтты дейді. Және де инна лиллахи ва инна илайхи раджиун деп Бақара сүресінде өткендей, расымен де біз Алланыкіміз. Ертелі кешпе бәріміз қайтамыз ғой бәрібір Аллаға. Бергені де өзінікі, алғаны да өзінікі ғой. Сол сөзді айтты дейді періштелер. Сонда жаңағы Алла Тағала жаңа періштелерге бұйрық береді екен. Убну байтан фил жаннати ли ғабди. Анау жәннатқа барып, осы құлыма арнайы бір үлкен сарайды соғыңдар дейді. Қара не болып жатыр? Васаммуху байтал хамди. Сол үйді Аль-Хамд деп аталатын үй деп атаңдар дейді. Жаңағы сәбидің осып кетуі Алланың рахым екен бұл. Бұл ертең қиямет күні адамдар қиналған кезде жаңағы кісінің сәбиі жүгіріп келеді. Әке, ана деп жүгірткізіп келеді екен кәдімгідей. Сөйлеп жүгіріп келатыр кішкентай сәби бала. Маған болысуға рұқсат етті, әм болысуым қабыл болады деді деп. Адам ол кезде күллі балам осылай кетсе екен деп армандауы мүмкін сол күні. Сондықтан ақыреттің көзімен ойланыңдар дейді мұсылмандарға. Сендер ана дүниемен стандартымен жүргендер сияқты ойланбаңдар дейді. Сендермен мәміле мүлде басқаша дейді менің атам. Мәміле мүлде басқаша. Неге? Өйткені вал ахирату инда роббика лил муттақин дейді Алла Тағала. Ақырет тек қана тақуа құлдарына арналған дейді. Көрдіңіз ғой. Мысалы бір мұсылман отбасы Алла Тағала оларға бір сәби сыйлады. Сол сәби сыйлағаннан кейін ол сәби мысалы кішкене науқас сырқат болып туды. Науқас сырқат болып туды жаңа бала. Ол Алланың рахымы, жәннатың қасында тұр. Ол сенің жәннатың, одан басқа нәрсе емес ол. Еді қайтесің, Раббың сені солай сүйсе қайтесің. Пайғамбарымыз саллаллаху айтып отыр ғой. Иза ахаббаллаху қауман. Егер Аллах Тағала бір адамдарды сүйсе дейді, ипталахум. Осындай емтихандардан өткізеді дейді. Фаман радия фалаху рида. Кімде-кім сол тағдырға ризалық танытса, мен де ризамын ғой дейді оған. Ва ман сахита фалаху сухту. Кімде-кім наразы болса, онда мен де наразымын дейді оған. Көрдіңіз ғой. Осындай жағдайлар құрметті жамағат. Сондықтан сіз бір нәрсеге қолыңыздың жетпей қалуы, ол Алланың саған сүйгені жетпей қалғаны. Бір нәрсеге қолың жетсе, ол тек альхамдулилля деген сөзді ғана естігісі келеді сенен, болды. Басқа сөзді қоспай жүрге. Сосын оны жеткеннен кейін ол нығмет қой. Не істейсің оған жеткеннен кейін? Шүкір ет дейді оған. Айып салып қоямын дейді. Көрдіңіз ғой. Сол секілді әрбір қабілет адамға беріп отқан нәрсесі, ол күллісі Алла Тағаланың нығметі. Бізден қаланатын нәрсе шүкірлік. Осыны абыройлы өмір дейді, достойный өмір дейді. Алланың алдындағы. Осы нәрсе біздің дүниеде де, ақыретте де ертең Алла Тағаланың алдында абыройға еленуімізге апаратын нәрсе.